Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай ыстық заттың астына қоятын салфеткалар тоқитын боламыз. Мен трикотажная пряжадан тоқыдым. Ең кішкентайының размері 16-17 сантиметр. Орташа 21 сантиметр. Және де үлкені 23-24 сантиметр болады шамамен. Ал енді тоқуды бастайық. Бұл салфетканы тоқу үшін мен 8-ші номерлі крючокты алдым. Неге үлкен? Себебі менің тоқымам қатты тығыз болмас үшін сондай үлкендеу крючокты алдым. Трикотажная пряжамызды саусағымызға ораймыз осылай. Мына жақта крестик болу керек. Біріншісінің астын өткізіп, екінші жіпті тартып аламыз. Одан кейін 2 воздушная петля тоқимыз. Енді дөңгелектің ішіне накидпен столбиктер тоқимыз. Біз 12 столбик с накидом тоқуымыз керек. Мынау екіншісі, жаңағы бір болып саналды. Мынау екіншісі накид. Дөңгелектің ішінен жұмыс жібін тартып аламыз да, барлығын бірге тоқимыз. Осылай барлығы 12 столбик с накидом тоқуларыңыз керек. Соңғы 12-ші столбик с накидом тоқыдым. Енді біздің қалып қалған кішкентай хвостикті қаттырақ тартамыз, ортаны жабу үшін. Біздің дөңгелегіміз дайын. Енді қатарды жабамыз. Ол үшін мына 2 воздушная петляға емес, бірінші тұрған петляның артынан кіргізіп крючокты жаңағы жұмыс жібін тартып алуымыз керек. Енді мына жұмыс жібін тартып, дөңгелектен өткізуіміз керек. Видеодағыдай. Сонда біз закреплять етеміз. Өткізгеннен кейін жұмыс жібін қаттырақ тартыңыздар. Осылай біз қатарды жауып отырамыз. Енді жіп шығып тұрған жерге емес, келесі петляға накид жасап, крючокты петляның ортасына кіргіземіз. Жұмыс жібін тартып алып тоқимыз, және де тағы да воздушная петля тоқуымыз керек. Осы воздушная петляны ұмытпауымыз керек. Бұл бізде бірінші болып саналады. Енді біз 12-ні 2 есе қылуымыз керек, яғни бір нүктеге 2 осындай столбик с накидом тоқып, прибавка жасауымыз керек. Яғни 24 прибавка шығу керек бізде. Барлық петляларға прибавка жасап шығуымыз керек. Мынау бірінші прибавка. Және де дәл тура сол нүктеге тағы біреуін тоқимыз. Дәл осылай барлық петляларды тоқып шығамыз.
менде тоқылмаған бір прибавка қалды. Біз крючокты мына екі ортадан кіргізбеуіміз керек. Егер осы екі ортадан кіргізетін болсақ, онда тесік болып қалады. Бер жағында тұрған петляны іліп аламыз. Дәл ортасынан өткізуіміз керек. Сонда бізде ешқандай тесік болмайды. Накид жасауды ұмытпаймыз. Накид екі ортадан өткіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. Алғашқы екеуін тоқимыз. Кейін жұмыс жібін тартып алып, тағы да бір рет тоқып шығамыз. Және де дәл сол нүктеге екінші столбик с накидом тоқимыз. Енді қатарды жабамыз. Алдында қалай жаптық, дәл солай қатарды жабамыз. Мына екі воздушная петляға емес, мына петляға саламыз крючокты артынан. Одан кейін жұмыс жібін тартып аламыз. Дәл алдындағыдай жіпті кішкене ұзынырақ қып тартып, дөңгелектен өткіземіз. Жұмыс жібін тартып, қатарды жабамыз. Мына қатарда біз тағы да 12 прибавка қосуымыз керек. Мына жерге бір прибавка жасаймыз, келесіне біреу. Прибавка, біреу. Прибавка, біреу. Дәл солай барлығын қайталап шығамыз. Біріншісіне мен қазір прибавка тоқимын. Прибавка тоқылды. Келесіне біреу ғана тоқимыз. Келесі петляға прибавка тоқимыз. Келесіне біреу тоқимыз. Дәл осылай біз қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Егер осы размер сізге келетін болса, онда мына шетін тоқи бересіздер. Мысалға, мына екеуінің размері бірдей болады, егер мен қазір мынандай әдемі шетін тоқитын болсам. Ал егерде қатарны кішкене үлкендеу қылып тоқимын десеңіздер, онда қатарын көбейтесіздер. Қазір мен тоқып көрсетемін.
Ол үшін тағы бір қатар тоқып шығамыз. Яғни біз қазір прибавка, біреу тоқыдық қой. Енді прибавка екеу тоқуымыз керек. Прибавканың үстіне түспеу керек. Накид жасауды ұмытпаймыз. Мына жерге емес, келесі петляға кіргіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. Екеуін бірге тоқимыз. Воздушная петля тоқуды ұмытпаңыздар. Мына жерде мен прибавкаменен бастаған болатынмын. Бұл жерге екеу тоқимыз қазір, сосын прибавка. Екеу прибавка. Егер прибавканың үстіне прибавка келетін болса, онда сіздерде дөңгелек емес, 4 бұрышты болып шығады шеттері. Ал бізге дөңгелек керек. Сондықтан мына жерге біз келесі петляға тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Екеу кетті. Енді үшіншісі прибавка болады. Накид. Және тағы тура сол нүктеге тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Дәл осылай ары қарай жалғастырамыз. Жерге біреу. Екеу. Прибавка. Ары қарай өздеріңіз екеу прибавка қылып, соңына дейін тоқыңыздар. Енді соңғы прибавка. Қатарды жабамыз. Өкінішке орай мен жібім жетпейтін болды, сондықтан мен басқа жіпті жалғап жасаймын. Ол үшін жіпті кесіп тастадым, және де бір ақ жібім болған, қолданылған. Соны өткізіп, ақ жіппеде тоқитын боламын. Ақ жіпті екі петляның ортасынан өткізіп, жұмыс жібін тартып алып, дәл солай тоқи береміз. Қазір артындағы екі хвостиктарды біз бірге тоқып тастаймыз. Үште воздушная петля тоқимыз, бұл бірінші болып саналды. Енді дәл осы нүктеге біз 5 столбик с накидом тоқимыз. Бір точкаға 5 столбик с накидом. Сонда бізде узордың бірінші бөлігі шығады. Мынау менде үшіншісі. Төрт. Және 5. Келесі петляны тоқымаймыз. Мына жіптерді ұмытып кетпей, арасына кіргізіп жіберіңіздер. Келесі петляға емес, одан кейінгі петляға тоқимыз. Бір петля тастап кетеміз. Сосын тек столбик без накида тоқимыз. Одан кейін тағы бір петляны тастап кетеміз. Келесі петляның екі ортасына жаңағындай столбик с накидом 5 тоқимыз. Яғни біз осылай қатардың соңына дейін қайталай береміз. Біріншісі менде столбик с накидом. Дәл осы жерге тағы да 4 тоқимын.
бір петля тастап кетуді ұмытып кетпеңіздер. Келесісіне столбик без накида тоқимыз. Тағы бір петляны тастап кетеміз де, одан кейінгі петляға столбик с накидом 5 тоқимыз. Бір петляны тастап кетіп, енді столбик без накида тоқимыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін қайталап өздеріңіз тоқыңыздар. Мен соңына келдім. Енді соңғы столбик без накида тоқып, қатарды жабамыз. Басындағы 2 воздушный петляның екінші воздушный петлясына артынан салып, крючокты солай жұмыс жібін тартып, қатарды жабамыз. Артық жіпті кесіп тастап, көрініп тұрған жіпті арт жағына тығып тастаймыз. Кішірек крючокпенен тығуға кеңес беремін. Мінекей достар, біздің салфеткаларымыз дайын, өте әдемі болды. Екі түстегі комбинация өте әдемі көрінеді екен. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда әлі жақсы бұйымдарды тоқып көрсетемін. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге бүгінгі мастер-класс ұнады деп ойлаймын.